Біз 2014 жылдан бері жұмыс жасап жатырмыз. Содан бері уже 7 жыл болды жұмыс жасап жатқанымызға. Бізде қазір 6 база бар, оның 5 промсехінде қазір тауық отыр. Бір базада молодняк отыр, жас балапан бөлімі. 90 миллион дана жұмыртқа шығарамыз бір жылда. Бізде қазіргі таңда 90 жұмысшы жұмыс жасайды. Орташа жалақы 130-150 мың шамасында. Тауықтың породасы Хасекс Браун. Балапанды Ресей мемлекетінен аламыз. Суточный балапан алып, соны өсіріп, 2 жыл бойы жұмыртқасын аламыз. Бұл породаның айырмашылығы продуктивность жақсы болады. Кейін забойға сатқан кезде де еті жақсы болады. Продуктивность 95-97% береді. Бізде қазір 250 мың тауық, үлкен тауық отыр, 50 мың балапан отыр. Бір базада 50 мың тауық отырады. Күніне біз 150 мың мен 180 мың арасында жұмыртқа өндіреміз. Тауықтардың денсаулығы үнемі тексеріліп отырады. Күнде ветеринар оны қадағалап отырады. Жем сапаларын біз Степногорск қаласына жібереміз тексеруге. Олар жемнің сапасын барлығын бақылап тауыққа беріп отырамыз. Жұмыртқаның сапасына келсек, жұмыртқаның сапасын осы жерге тапсырып отырамыз. Ауызын, майлығын, барлығы қанша екен нормативке қарап анықтап отырамыз. Күніне 35 тонна, 40 тонна жем жасаймыз, жем дайындаймыз. Біздің карман цех. Он 18 түрлі жем қоспасы қосылады. Оның дәнді дақылдары арпа, бидай, күнбағыс майы, күнбағыс шыроты и рапсовый шырот. Осылар қосылады. Метионин, лизин, премикс, ол витаминдер болады. Біз жемдерді Қазақстаннан аламыз. Бидайды өзіміздің Ақмола облысынан, подсолнечный май и подсолнечный шыроттарды Өскемен қаласынан, Алматы облыстарынан алдырамыз. Бәрі автоматика. Азанғы таңертең 8:30-нан кешкі 5-ке дейін жұмыс уақытысы. Азанғы 8:30-нан 8-ден 12:30-ға дейін свет жанады. 1 сағат обед. Содан кейін 1:30-нан 4:30-ға дейін свет жанады и қайтадан өшеді. Түнгі мерзімде сағат түнгі 2-ден 4 арасында толық свет жанады бізде. Жұмыртқа мына жерден астынан түседі, мына лентаға түседі. Лентадан ар жақта бәрі автоматика. Жем түсуі бізде кармаразатчик деген бар. Соған түсіп, ол да сол сияқты автомат. Навозы мына лентамен автоматически өзі тазаланады. Жұмыртқасы үстіне түседі, үстіндегі лента таза лентаға түседі. Таза лентадан ар жаққа жұмыртқа жинауға кетеді. Жұмыртқа өте таза болады, качествосы жақсы. Основной бізден алатын кулинариялар и торт істейтін өндірістер. Оборудование бізде қасқұс батареясы деп айтылады. Ол Шымкент қаласында өндірілген, качествосы жақсы. 7 жыл болды, әлі пайдаланып жатырмыз. Жұмыртқаны көбінесе біз Шымқалаға и Қырғызстанға жібереміз. 70% қазір таңда Қырғызстанға жіберіп жатырмыз. 10-15% Шымқалаға. Нұрсұлтан қаласына сатылады. 15-20% жұмыртқа. Магнум ірі сауда орталықтарында, Артем базарында основной біздің жұмыртқа сол жерлерде сатылады. Бір жұмыртқаның себестоимосы қазір таңда бидайдың, подсолнечныйдың қымбаттауына байланысты 30-32 теңге шамасында болып тұр. Біз агрокредиттен кредит алып жатырмыз. Олардың условиясы барлығы жақсы. Ең төмен пайызбен береді. Біз олардан 150 миллион ақша алдық. Сол бізге тиімді. Күздің күні бидай орын басталған кезінде урожай агрокредиттен аламыз и соған біз жем аламыз. Бізге сол выгодно болады. Өйткені 4-5 теңгеге себестоимость түседі. Қазір бидайдың бағасы 130-120 теңге болып жатыр. Ал біз агрокредиттен кредит алып
90-100 теңгенің арасында сатып алдық. Бізде қазір 6 промсех, тағы да 3 база қоссақ па деген жоспарымыз бар. И сол кезде 120 миллион жылына жұмыртқа өндіреміз ба деген.